Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер достар. Бүгінгі видеода мен өзінше қыз деген сериалдың 3-ші бөлімінің соңын түсіретін боламын. Соңғы сериалы сіздерге достар бұл сериал ұнап жатыр деген ойдамын. Және де достар сіздерге бір айта кетерім нәрсе бар. Достар, сіздер активті көтеріп кетсеңіздер, вообще көтерілмей жатыр. Актив вообще бомба болып жатқан жоқ. Активті көтеріп жесеңіздер өте жақсы болар еді. Және де достар, мен сіздер үшін не істемей жатырмын, мен сіздер үшін достар бәрін істеп жатырмын. Влогтарда түсіп жатырмын, сериалдарда сіздер үшін бәрін істеп жатырмын достар. Тез активті көтеріп жүрсеңіздер, мен достар сіздерге сенемін, активті көтересіздер деп ойлаймын. Ал достар, енді сіздерге бұл сериал ұнап жатыр деп ойлаймын. Мен ұнатса, менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал біз сериалымызға бастаймыз. Кеттік. Давай қыздар, мүмкін киім алармыз. Ну, чтобы әдемі киімдер алармыз. Давай кеттік, онда киімдер алайық. Сәлеметсіңдер ме қыздар, бізде өте күшті скидкалар болып жатыр, өзі әдемі киімдер аласыздар. Күшті екен скидка болғаны. Жарайды қыздар, одан жоқ киімдер таңдайықшы. Маған өше қандай киімдер жасады, қазір мен таңдап алайын. Тұрасыз ба? Киімдер көре алмай жатыр. Міне, көре беріңіздер. Так, мына вообще киімдер маған жараса ма? Нормальный киімдер жоқ қой бір бұяқты да. Мен мына киімді алам. Қазір пакеттер әкелейін мен. Мен мына киімді алармын мүмкін. Вот так, әдемі ма? Өте күшті әдемі екен. Бірақ саған дұрыс жараспай тұрған сияқты мен ойымша, бір түрлі деп ойлаймын. Мен ойымша бір түрлі. Бірақ сатушы апай, сізге қалай мына киім? Өте әдемі болып тұрсын. Өздерің біліңдерші, маған айта бермеңдерші ондайларыңды. Өте жарасымды ала берсей. Менде қыздар ақша жоқ қой. Қалай алам оның бәрін? Айттым ғой саған өзім төлеп беремін деп. Ладно, бірақ кейін қайтарып беремін ғой по-любому. Жарайды, өзім біл, қайтарсаң да қайтармасаң да. Жарайды, мен осы киімді алам. Апай, осы киімді салып бересіз ба маған пакетке? Әрине, міне салып біттім. Достар, мен сендерді мына жерде күте тұрайын. Мен не алсам болады екен, не бар вообще мына жақта? Наверное, мынандай алайын. Либо мынандай. Мен осы киімді алам. Апайнан салып беріңізші тез-тез. Потом пижама алып алайын өзіме. Осы пижаманы аламын. Потом мынаны алайын. Потом макияжны алайын вроде. Болды, апай осылардың бәрін салып беріңізші пакетке. Әрине, міне салып берейін. Алыңыз. Ақшасын қазір төлеймін. Бәрі 50.000 теңгедей болды. Міне, аударып жібердім сізге. Рахмет. Бірші қымбат па, бір түрлі сияқты мына магазин. Мәссаған мен не алсам болады екен. Наверное, осы киімді ала салармын. Маған осыны бере саласыз ба? Әрине, киім. Қазір пакеттерді алып алайын. Сосын тағы не аласыз? Волейболды алайын. Қанша теңге болды? 10.000 теңге болды. Міне мен, және мына қыздың, ана қыз төлемей ма? Бұл қызды күн өзім төлеп беремін. Бәрі қанша теңге болды? Осы қыздың бір киім алды ол. Мен, екі киім бір бөл болды. Енді сол 15.000 теңгедей болды. Міне, аудардым карточкамен. Сау болыңдар. Рахмет, сау болыңыз. Саған өте көп рахмет. Маған бүкіл нәрсені әпердің ғой. Бұл айтқанда өте көп рахмет. Қыздар, мына жердің вообще бір түрлі екен. Киімдері де қымбат вообще.
30.000 теңге дедім ба, жана менікі 50.000 теңге деді ғой, даже вообще ужас қой. Нана мен базарлардан примерно 30-40 мың қылып алам ғой. Фуй, достар, вообще маған ұнамады. Ну, мен ойымша нормальный магазин сияқты. Я негізі нормальный магазин ғой. Ой, қыздар, маған өзіме ұнамады деп тұрмын ғой. Жарайды, мен кофе ала беремін, сендер осы жерде тұра беріңдер. Немесе өздерің біліңдер. Что-то соңғы кезде айда өзінше болып кеткен сияқты. Оның үстіне өзінің жан досы бар ғой. Сонымен көп араласады, бізбен вообще көп араласып кеткен, араласпайды, негізі араласады, бірақ что-то қатты өзінше болып кеткен сияқты. Мүмкін, бірақ енді оны арамызға қоспай қойсақ та жаман ғой. Арамызға қосыла берсін, бірақ мүмкін оған айтармыз, сен өзінше болып кетсін деп. Я, мүмкін айтармыз, ол мен дос болмай қойғанша, осын бәрін айтып түсіндірейік. Әрине. Қыздар, мен келдім, әдемі Ореоның несін алдым. Алдында алғам вообще бір түрлі екен. Мына Ореосы тәтті екен. Айдане ғой, саған бір нәрсе айтайын деп едік. Я, айта беріңдер. Бірақ ренжіп қалмайсың ба? Жоқ, айта берсіңдер. Не ғой, сен слишком өзінше болып кеттің дегенде, қатты өзінше болып кеткен сияқтысың. Былай айтқанда, ол қатты білінеді өзінше болғанын. Біз сенімен дос болмаймыз деп айтқымыз келмейді, бірақ өзінше болмасаң өте жақсы болатын еді. Достығымыздың айырылып кетсең деп тұр, даже мына жерде біз даже ұрысып қалуымыз да мүмкін, даже сен өзінше болар бе, сен өзің біл, бірақ бізге біртүрлі көрінеді. Сен қатты өзінше болып кеттің. Енді мен өзім солай туылғам ғой. Қыздар, енді мен өзінше болған үшін сендер менің дос болғыларың келмей отыр ма? Жоқ, бірақ қатты өзінше болып кеттің да. Мен андай мақтанып өзінше болып кеттім. Соның қарапайым просто адам болсаң, біз сенімен жан дос болатын едік. Просто сенімен де дос болғымыз келеді, бірақ сен қатты өзінше болып кеттің. Мүмкін қатты өзінше болып кеткен шығармын. Мүмкін қатты өзінше болып кеттім. Мүмкін жақсаратын шығармын, бірақ кешіріңдер, егер қатты өзінше болып кетсем. Жүріңдер онда, мен сендерге әдемі кофе алып берейін. Я, әрине, кеттік онда. Достар, осымен менің сериалым аяқталды. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Мен осыны қаншама еңбектеніп түсірдім. Және бұған қаншама уақыт кетеді, достар. Бұны идеясы керек, оны монтаждау керек дегенде, обложкасын жасап, бәрін салу, оның бәрі өте ұзақ. Оны шаршайсың дегенде. Сол себепті мен еңбегімді бағалап кетіңіздер, достар, пожалуйста. Ал достар, осымен мен сериалымды аяқтаймын. Всем пока.